Біздің заманымызда тіршілік ететін құлтырауындар судағы ғана емес, құрлықтағы тіршілікке де бейімделген. Ғалымдар шамамен 3000 жыл бұрын құлтырауындардың тек құрлықта тіршілік еткенін айтады. Ал ежелгі замандарда өмір сүрген құлтырауындардың ұзындығы 13 метр болып, адам бойынан асқан екен. Свап kz құлтырауындар туралы қызықты деректерді ұсынады. Әлемдегі ең үлкен құлтырауын теңіз құлтырауыны. Ол Үндістанда, солтүстікте Аустралияда және Фиджи аралдарында мекендейді. Бұл құлтырауынның ұзындығы 7 метрге, ал салмағы 1 тоннаға дейін жетеді. Ұзындығы 5 сантиметр болатын өкілінің салмағы кемінде жарты тоннаны құрайды екен. Алайда аналық құлтырауынның жұмыртқасының көлемі қаздың жұмыртқасынан үлкен емес. Ең кішкентай құлтырауын ергежейлі құлтырауын. Оның ересегінің ұзындығы 190 сантиметрге әрең жетеді. Ол судан гөрі құрлықта көп тіршілік етеді. Құлтырауынның көз жасы тіркесі өтірік, ұялу мен өкіну мағынасын білдіреді. Бұл аңыз құлтырауындардың адамдарды жеген кезде жылайтыны туралы түсініктен шыққан. Шындығында құлтырауындар қоректенген кезде расымен де жылайды, алайда ол ағзасындағы биологиялық себептерге байланысты құлтырауын қоректенген кезде жұтатын ауа ерекше түрдегі көз жас безінің құрамындағы азотпен араласып көп мөлшерде бөлінетін көпікті көз жасы түрінде шығады. Құлтырауынның терісі түрлі балғырлы бұйымдарға жасауға арналған ең жақсы терілердің бірі деп саналады. Өндірісте олардың ішінің терісі ғана қолданылады, себебі ол жұмсақ әрі созылғыш. Ал терісінің өзге бөліктері, әсіресе арқасы, аяғының терісі өте берік әрі қатты болғандықтан былғары бұйым жасауға жарамсыз. Әлемнің көптеген мәдениетінде құлтырауынның терісі бақуаттылық пен қоғамдағы жоғары дәрежесінің белгісі ретінде салынады. Құлтырауынның терісінен жасалған сөмкенің бағасы 10-20 мың доллар және одан да қымбат болуы мүмкін. Браконьерлер осы мақсатта жыл сайын көптеген құлтырауынды өлтіреді. Бірқатар елде табиғатта құлтырауын аулауға тыйым салынған, ал құлтырауынның терісін алу үшін оларды арнайы фермаларда өсіреді. Кейде мәдениетте құлтырауын қасиетті жануар деп саналған. Мысалы, ежелгі Мысыр, тіпті біздің заманымызда жаңа Гвинеядағы тайпалардың кейбірінде құлтырауын тотем белгісі болып табылады. Сонымен қатар ерлер терісін құлтырауындікіндей ету үшін теріні әдейі зақымдайтын ауыр процедурадан өтеді. Мұндай процедурадан кейін олардың терісінде тыртық қалады. Ең қызығы, аустралиялық аборигендер арасындағы кейбір тайпалар құлтырауын аулау бойынша шебер болып саналады. Ал кейбір тайпалар керісінше құлтырауын аулауды қасиетті затты қорлау деп біледі. Шығылысу маусымында құлтырауындардың озбырлығы артады, ал бұл кезең жаңбырлы маусымдармен байланысты. Құлтырауынның жас сүйегінде 24 үшкір тіс бар. Олармен аузына түскен нәрсені ұстап, тістеп тұра алады, алайда шайнай алмайды. Сондықтан құлтырауындар кішкентай тастарды жиі жұтып қояды. Өз кезегінде тастар асқазанындағы асты ұсақтауға көмектеседі. Бұл тастардың жалпы салмағы 5 келіге дейін жетуі мүмкін. Сонымен қатар осы тастар құлтырауынға суда жақсы жүзуге мүмкіндік береді. Құлтырауынның
тісі тіршілігінің соңына дейін үнемі жаңарып отырады. Бұл процедура шамамен 100 рет қайталануы мүмкін. Қолтырауынның жағын қысу күші өте үлкен. Алайда аузын ашатын бұлшық еттерінің жұмсақтығы сонша жыртқышқа аузын ашуға мүмкіндік бермеу үшін бір қолмен ұстап тұрудың өзі жеткілікті. Қолтырауын жақ сүйегін қысу күшін қадағалай алады. Ол үлкен жануарлардың жамбас сүйегін тістеп сындырып жіберіп, сондай-ақ балаларын ұясынан суға тастайды. Сондай-ақ қолтырауын құйрығымен де қатты соққы бере алады. Қолтырауынның көзінде үшінші мөлдір қабатты қабақ бар. Ол соның арқасында су астында көре алады. Қолтырауындардың ұзақ уақыт бойы аузын ашып жататынын жиі көре алады. Қолтырауынның ұзақ уақыт бойы аузын ашып жатқанын жиі көруге болады. Жыртқыш мұны денесін салқындату үшін жасайды. Мұндай жағдайда ит тілін шығарса, қолтырауын аузын ашып жатады. Сондықтан артқа жылу мен термен демін шығып кетеді. Қолтырауын жағындағы рецепторлардың арқасында судағы аздаған толқудың өзін сезе алады. Жыртқыштың дәл осы қабілеті болашақ құрбанының қай жерде екенін тіпті алыс қашықтықта болса да анықтауға мүмкіндік береді. Қолтырауын бір жылға жуық уақыт тамақсыз тіршілік ете алады. Және бұл жыртқыштардың кейбірінің жасы 100-ге дейін жетеді. Қолтырауындарда каннибализм ұғымы бар. Үлкен қолтырауындар кішкентайларын жеп қоя алады. Сонымен қатар ол өзгенің жұмыртқасын арқасында судағы аздаған толқудың өзін сезе алады. Жыртқыштардың дәл осы қабілеті болашақ құрбанның қай жерде екенін тіпті алыс қашықтықта болса да анықтауға мүмкіндік береді. Қолтырауын бір жылға жуық уақыт тамақсыз тіршілік ете алады. Және бұл жыртқыштар